Қайырлы күн, қымбатты достар. Кен барлау мақтанамын мамандығым. Қуанар бүгін талай маман бүгін. Мерейлі мерекеңіз құтты болсын, сыр сезім серпілтеді санамды. Добрый день, дорогие друзья! От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником с Днем геолога. Профессия геолога была, есть и будет востребована, пока существуют минеральные запасы. В этом отношении Казахстан можно считать поистине счастливой республикой, ведь здесь представлены все элементы периодической таблицы Менделеева. Сөз кезегі колледжіміздің директоры Әлжанов Ардақ Әділғазыұлына берді. Құрметті әріптестер және студенттер, сіздерді кәсіби мерекеміз геологтар күнімен құттықтаймын. Жер қойнауын барлау саласындағы жетістіктерге сіздердің қосатын үлестеріңіз үлкен. Геология саласы ел экономикасын дамыту мен өркендетуге маңызды рөл атқарады. Біздің колледж жыл сайын қаншама маманды даярлап, өндіріс орындарына жібереді. Геолог мамандығы күш пен қуатты, жігер мен батылдықты қажет ететін, арман мен қиялға қанат бітіретін ерекше мамандық. Жер байлығын іздеу мен барлау, минералдар әлемін зерттеу, геологиялық саяхаттарға шығу, ел тану, жер тану жағдайында да біз мамандығымызға қызығатындар көп. Кәсіби мерекеде сіздерге зор денсаулық, қажымас қайрат, шыдамдылық пен төзімділік, еңбектеріңізге табыс тілеймін. Білім жолында жеңісті күндеріңіз, асуларыңыз бен шығар биіктеріңіз көп болсын, елге құтты болсын. Дорогие коллеги-студенты, сердечно поздравляю с наступающим профессиональным праздником, Днем геолога. Когда говорим День геолога, то имеем в виду всех наших спецколлегских дисциплин. Это как геологи, так и гидрогеологи, физики, буровики, экологи. Коллегам хочу пожелать крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, достижения всех поставленных целей, ну и, конечно, терпения в деле подготовки кадров для горного дела. А студентам хороших отметок и по окончанию колледжа много важных находок, интересных и продуктивных экспедиций. Пускай вас всегда ждет успех, сопутствует удача и помогает знания получить в стенах нашего колледжа. И большой, конечно же, профессионализм. И сегодня хотелось бы отметить наградами и почетными грамотами некоторых наших коллег. Қазақстан Республикасының геологиялық өндірістік ұйымдардың ассоциациясы құрметті геолог белгісімен Есенаманов Даурен Респекович марапатталады. Даурен Респекович, заместитель директора по учебно-производственной работе, преподаватель специальных дисциплин по специальности геологическая съемка, поиск и разведка месторождений полезных ископаемых. Қазақстан Республикасының геологиялық өндірістік ұйымдардың ассоциациясы адал еңбек маманы медалімен Кимкина Валентина Михайловна марапатталады. Валентина Михайловна, заместитель директора по учебно-методическому объединению, преподаватель специальных дисциплин по специальности гидрогеология и инженерная геология. Қазақстан Республикасының геолог күні кәсіптік мерекесіне орай геология саласын дамытуға қосқан зор үлесі мен адал қызмет үшін құрмет грамотасымен Тұрлыбаева Асия Мырзабековна марапатталады. Асия Мырзабековна, заведующая практиками, преподаватель специальных дисциплин по специальности геологическая съемка, поиск и разведка месторождений полезных ископаемых. Дәл осындай грамотамен Абикешев Марат Рашидович марапатталады. Марат Рашидович, преподаватель специальных дисциплин по специальности технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых. Дәл осындай грамотамен Саламатина Анна Садвакасовна марапатталады. Анна Садвакасовна, преподаватель специальных дисциплин по специальности гидрогеология и инженерная геология. Дәл осындай грамотамен Сабитова Юлия Яковлевна марапатталады. Юлия Яковлевна, преподаватель специальных дисциплин по специальности геологическая съемка, поиск и разведка месторождений полезных ископаемых. Дәл осындай грамотамен Оспанова Айгуль Канатовна марапатталады. Айгуль Канатовна, преподаватель химии для специальности экология и рациональное использование природных ресурсов. Барлықтарыңызды кәсіби мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Жанұяларыңызға бақыт, еңбектеріңізге сәттілік, бақытты да баянды өмір тілейміз. Желаем вам дальнейших успехов, солнца в работе и вдохновения в труде.